О май гад, мен 17 жасымда шет елге жалғыз шығып бара жатырмын. Так, стоп, бәрінен басталғанын толығырақ айтып кетейін. Каким-то образом бір чудамен шет елге ұшуға мүмкіндік аламын. Сол мүмкіндікті ести сала бірнеше сағатта чемоданымды жинап, дереу жолға шықтым. Бірақ та белгілі бір планыма байланысты өзім жалғыз шығуыма тура келеді. Капец қорыққаным ай сол кезде. Бірақ та қорқынышы ол не нәрсе, егерде арманды орындауға мүмкіндік түсіп тұрса. Деп орнынан атып тұрып аэропортқа жол тартып, Алматы қаласына жол тарттым. Әрине 17 жасар қыз жалғыз ұшып бара жатқаннан кейін анам ойындағаннан аэропортқа дейін жеткізіп салды. Ұшаққа отырар кезде қатты қобалжыдым. Себебі өмірімде алғаш рет жалғыз шетелге это что-то невероятное. Жестко қорқып аяқтарымды қолымды деп отырғанша 2 сағатта Алматыға жетіп қалдым. Мәссаған ішіндегі сөздерді айта алмадым енді. Ал енді Алматыдан пересадка жасап, тот самый ұзақ күткен арманыма жол тарттым. Ал енді тауып көріңдер, мен қай елге жол тарттым? Комментарий жазып кетіңдер. Ал енді екінші бөлім көру үшін маған тіркел қой, өйткені келесі видеода келесі бөлімін салатын боламын.